ужас, масқара, қай заманда өмір сүресіңдер, тезек жағып, тезектің иісін састып, нанның барлығын обал қыласыңдар ғой дейтін кісілер көп екен. Қалайсыздар, ауылды жерде үнемі біз тандырға осылай тезек жағамыз да, солярка жағып, нанымызды пісіріп аламыз. Нанға ешқандай иіс болмайды. Нанымыз керемет болып шығады. Сіздерде осылай жабатын кісілер бар ма араларыңызда? Ең алдымен бүгін таңертең апам қамырымды ашытып берді. Одан кейін мен қамырым ашығанша тандырыма отымды қалап, огородтағы болгарскийлердің барлығына галпси жасап, одан кейін үйдегі сары майларды тұшытып қойдым. Сосын қамырым ашып қалыпты, тандырымда жанып қалған екен. Сосын нандарымның барлығын жасадым. 15 нан, 5 күлшеу шықты. Жасап болғаннан кейін тандырым оты сөніп, әдемі болғаннан кейін таптап, су сеуіп, нандарымды бір тексетіп жабыстырып алдым. Босануымнан соңғы күндер қалған соң, бұл менің соңғы жапқан наным шығар деп ойлап отырмын. Енді бұйыртқанын көреміз. Тандырым әдемі болып ағарғаннан кейін нандарым да осындай қып-қызыл күшті болып шықты. Ал қыздар, сіздерге тандыр нан ұнайды ма? Егер ұнаса, менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Тандырға нан жап болғаннан кейін артынша сразу осылай мұжыма жасап алдым. Нандарым суығаннан кейін морозилькке барлығын салып тастадым. Ертең шетінен алып жеп отыра береміз. Ал қыздар, видео ұнаса парақшама тіркеліп, ауылдың келін қолдап кетіңіз.